Сәлем, біз бүгін шопинг жасаймыз. Сәлеметсіз бе, Айлин ханым? Сізді өзіміздің магазинде көргеніме өте қуаныштымын. Рахмет. Бізде кеше ғана жаңа киімдер келді, таныссаңыз болады. Мархабат. Рахмет. Сәлем достар, біз бүгін соңғы үлгідегі киімдерді аламыз. Яғни біз ертең вечеринкаға барамыз. Мама, қара, тиктокер Алин, оның просмотры миллион қаралым жинайды. Балдар, өз тірлігімізбен айналысамыз. Вечеринка жастар арасында болады, сол себепті маған соңғы үлгідегі көктемге арналған киім керек. Не деген жаңа киімдер, кроссовкалар, бутылкалар, қалпақ, шорты, бәрі түрлі түсті. Яғни бұл көктемдегі киім түрі түрлі түсті киімде болады. Яркий цветтерді мен өте қатты жақсы көремін. Мәссаған, қараңдаршы балдар. Күшті. Сәлеметсіз бе? Маған кеше келген киімдер қатарын көрсетсеңіз. Әрине, Айлин ханым, сізді магазинде көргенімізге өте қуаныштымыз. Жүріңіз, мен сізге көрсетейін. Жүріңіз. Және сіз бізге фото жасап берсеңіз аяқ жағында. Мақұл, жарайды. Айлин ханым, міне бізге кеше түскен киімдер. Бұл көктемнің алғашқы сән үлгісіндегі және соңғы үлгідегі киімдер, яғни двойкалар, кроссовкалар, қалпақтар. Бәрімен таныссаңыз болады, Айлин ханым. Рахмет. Дәл өзіңіз көріп тұрған двойка ең соңғы және де ең қымбат киімдердің бірі. Комплектіде сумка мен қалпақ жүреді подаркіге. Рахмет. Мен өзім қарай берейін. Мә, қыздар, қараңдаршы, қандай двойка, яркий, розовый цветті мен қатты жақсы көремін. Рахмет. Бізде кроссовкалардан бастағым келіп тұр мен. Қалпақ бар. Бірақ не қылам мен қалпақ? Көктемде қалпақ кимейміз. Рахмет. Кроссовкадан бастағым келіп тұр. Қыстық етіктерді шешіп, мен кроссовка киемін ең бірінші. Мәссаған, өте ыңғайлы, өте жайлы, цветі де яркий, сондай күшті. Бірақ пока точно бұны алам деп айта алмаймын, ойланам. Қандай киім алатынына қарай көрем. Тағы да бейбірлер көйін. Мына көйлекті алайын. Мына көйлектің түсі ұнады маған, фасоны да маған келеді. Қандай күшті. Барып примеркаға барып киіп көрейін. Әрине, алға қарай жүрсеңіз, примеркада бар, сол жерден киіп айнаға қарасаңыз болады. Рахмет. Так, мына есік. Боля. Көріндер ма, қандайден, бірақ что-то не то, аяқ киім жараспай тұр маған. Мен аяқ киімді срочно өсірім керек. Мәссаған, жасыл кроссовканы қараңдар. Өте күшті, осыны алам. Енді болды, енді тамаша болды. Мен осыны аламын осыны. Енді барып суретке түсіп кетейін. Жаңа маған суретке түсесіз деп өтініш жасаған. Кеңіздер, мені түсіресіз бе сіз? Жаңа сіз айтқан едіңіз ғой суретке түсіп. Я түсіп беріңізші, сізді реклама ретінде магазиніміздің сыртына іліп қоямыз. Ой, рахмет. Қалай тұрайын, былай или былай? Айлин ханым, мен де сізбен түссем бола ма? Әрине болады. Кел, екеуміз бірге түсеміз. Хоп. Мәссаған, сіз сондай суретке өте тамаша түсесіз. Түсіре беріңіз. Тағы бір-екі позада түсейік. Қанекей. 1, 2, 3. Селфи. 1, 2, 3. Селфи. Өте тамаша болды. Күшті. Айлин ханым, сіз өте күшті түсесіз суретке. Айтпақшыдай, мен сізге бір суретімді подаркіге сыйлық ретінде тастап кетейін, сізге естелік болып қалсын. Рахмет, тиктокер ханым. Оқас жоқ, мен кассаға кеттім.
Аха, жарайды. Кассаға барайын. Бірінші киімді ауыстырайын. Фук. Айтпақшы дай, менің кроссовкім қайда? Мен өз кроссовкімді киейін. Кроссовкімді алайын. Іздейін. Қайда мен кроссовкім? Мінекей кроссовкімді алайын, осыны сатып аламыз. Кассаға келдім. Сәлеметсіз бе? Мен киімдерімді таңдап алдым. Әрине кеңіз, мен сізге есептетіп берейін. Ал егер де сіз біздің магазинге реклама жасасаңыз, скидка жасаймыз. Жоқ, маған ешнәрсе керек емес, мен өзім сатып аламын. Қазір барлық суреттерімді алайын. Әлен ханым, сіз ойланарсыз, егер де сіз біздің магазинімізге реклама жасасаңыз, біз киімдерге 30% скидка. Жоқ, керек емес, мен өзім төлеп бәрін алам. Бірақ та мен сіздердің магазиндеріңізді TikTokқа белгілей алам. Менің оқырмандарым әрдайым сұрайды, қай магазиннен киінесіз деп. Рахмет, Әлен ханым, рахмет. Әрине. Әлен ханым, мен де суретке түсесіз ба? Жоқ, кешіріңіз, сіздің мазаңызды алмақ қояйық. Жарайды. Әлен ханым, сізден сіз мінекей не ғой, барлық киімдерді сонша маған өтініш бір пакетке салып беріңізші, өте ыңғайлы болсын. Әрине. Суреттің бәрін салыңыз. Жарайды, мені. Әлен ханым, сізден 80.000 теңге. Бәрі сол ма? Иә, сол. Жарайды, онда мен Каспимен сізге лақтыра салам. Осынша зат 80.000 теңге тұрады деп ойлаған, рахмет. Мен өте қуаныштымын. Оқасы жоқ, Әлен ханым. Арзан және өте сәнді киімдер. Әлен ханым, қоя тұрыңызшы. Ой, мен қобалжығаннан аш киімді түсіріп алдым. Мен сізге магазиннің артынан сыйлық тартқым келеді. Ол мінекей біздің подаркымыз, ішінде мышка бар. Рахмет, қандай сүйкімді, мен ұнататын розбисфет екен. Рахмет, оқасы жоқ. Біздің магазинімізге жиі келіп тұрыңыз. Әрине келіп тұрам мен. Ең сүйікті магазиндерімнің бірі ғой. Достар, каналға тіркеліңдер, күніге жаңа видеолар түсіріп тұрамыз. Комментарияға өз ойларыңызды жазып кетіңіздер.